шампиньондар, яғни қозқұйрық қосылған крем сорпасын дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі шампиньондар, 2 пияз, 4 картоп, мускат жаңғағы, зімбір және май. 1 литр тауықтың сорпасы, қосымша тағы 1 стақан қаймақ пен 1 стақан су қажет. Пиязды майдалап тураймыз. Пиязды маймен қуырамыз. Қозқұйрықты майдалап тураймыз. Қозқұйрықты салып, бұқтырамыз. Пісуге жақындағанда мускат жаңғағы мен зімбір қосамыз. Пиязды майдалап тураймыз. Картопты майдалап тураймыз. Тауық сорпасына пияз бен картопты қосып, піскенше қайнатамыз. Бұқтырылған қозқұйрық пен пиязды қосып, араластырамыз. Сорпасынан бөлек ыдысқа құйып алып, қаймақты қосамыз. Ыстық сорпаға құймай, салқындатып құйған дұрыс. Дәміне қарай тұз қосамыз. Блендердің көмегімен еземіз. Өте дәмді крем суп дайын. Астарыңыз дәмді болсын.